Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін ең дәмді әрі ең оңай шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Дәмі керемет болып шығады. Құрамына тек қана жұмыртқа болса жеткілікті. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Егер кішірек болса 4-5 сала берсеңіздер болады. Енді бізге құмшекер қажет. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Енді шым-шым тұз саламыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Немесе жақсылап миксерлеп алсаңыздар да болады. Толықтай құмшекері еруі қажет. Осылай жақсылап араластырып алдық. Осылай көпіршіп, бірнеше есе көлемі үлкейді. Құмшекері толық ерігеннен кейін енді ұн салатын боламыз. Және де бізге разрыхитель қажет. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Осыны әбден басып тастамай, онымен жай ғана осылай жоғарыдан үстіне қарай жақсылап араластырып аласыздар. Толықтай араласып, ешқандай комочек болмай, біркелкі осындай сұйық, әдемі масса шығуы қажет. Осымен біздің тестамыз дайын болды. Енді кішірек формаға салып пісіретін боламыз. Егер сіздердің формаларыңыз үлкен немесе үлкен пирог жасағыларыңыз келсе, осы рецепті 2-3 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Енді осындай формамызға салатын боламыз. Барлық шетіне біркелкі құйып, осы венчикпен немесе қасықпен келтіріп алсаңыздар болады. Енді бізге алма қажет. Алмамызды жақсылап жуып тазалап, артық дәнектерін, ағаштарын алып тастайтын боламыз. Енді алмамыздың тура ортасынан бөліп, жіңішкелеп турап алатын боламыз. Екі-үш штук алмамыздың барлығын осылай турап алдық. Енді осылай пирогымызға сәндейтін боламыз. Қалай салсаңыздар да өз еркілеріңізде. Мен осылай айналдырып қойып шықтым. Өте дәмді болып шығады. Дәмі осы алмаға байланысты шығады пирогтың. Осылай алмасын көп салдым. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Каналымда күнделікті жаңа рецепті шығаратын боламын. Барлығы оңай, қолжетімді рецепттер. Енді пирогымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градуста пісіретін боламыз. Пирогымыз осылай керемет болып көтеріліп, өте әдемі болып шықты. Кешкен кезде осындай өте әдемі болып шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.